Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мына статордың датчигін көрсетейін деп отырмын. Мынау дәл осы датчик. Мұндағы аккумулятордың плюсы мына басына жалғанса, енді бір қызыл тоқсым мынаған жалғанады да, статордың плюсына жалғанады. Демек, мына екеуіне де жалғанатын тоқсым плюс болып жалғанады. Ал енді минус мына жақта болады да, бұл статордың бөлек бір жақ басына жалғанады. Енді бұл негізі рамаға жалғанбай, статорға жақын жалғанған дұрыс. Өйткені статордың дұрыс жұмыс жасау үшін бұл негізі статор жаққа жалғанған дұрыс. Енді мынадағы жалғанатын тек екі тоқсым ғана жалғанады бұған. Статорға жаңағы промой қосып беру үшін міне осы екі тоқсым ғана жалғанады. Бұл жаңағы статордың кнопкасын басқан кездегі тоқсым бір-біріне жалғанады. Ал енді мына үстіндегісі мына плюсқа жалғанады да, бұл жаңағы передақ арқылы қосылады. Егер сіз мынандай простой тек екі тоқсымдығын жалғайтын болсаңыз, мына екі тоққа жалғайсыз да, мына екі тоқсымға. Ал енді үшіншісі мына қызыл тоқ асып қалады. Енді бұл да осыған жұмыс жасай береді. Тек жаңағы осы қызыл тоқсымға мынандай передақ арқылы қосуларыңызға керек. Мынаны қызылға жалғайсыздар да, енді боласын аккумуляторға жалғайсыздар. Тек сонда ғана аккумулятор ток ала алады, және мотоцикл дұрыс жұмыс жасайтын болады. Бүгінгі видеомыз осы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.